Жамбыл облысы әкімдігі білім басқармасының ұйымдастыруымен Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығына орай «Мен Жамбылды оқимын» челленджін Жамбыл атындағы орта мектебіне қабыл алып, Мырзатай орта мектебіне жолдаймын. Байзақ ауданы Қосақ негізгі мектебінің 9 сынып оқушысы Кенжебек Толғанай. Жамбыл Жабаев, Алатау. Тізілген таулары бар Жетісудың ішінде орман, тоғай біткен нудың. Дариядай тулап аққан сол таулардан көресің тамашасын аққан судың. Есепсіз тау суреті көз жетпейтін, жырлауға қазынасы көп тіл жетпейтін. Өрік, алма, алмұрт жейде жемістер көп, бір татсаң аузыңнан дәм кетпейтін. Қарлытау басы биік мұнар кетпес, сырласып бұлттар менен болған кептес. Түрлі аңдар мекен етіп өніп өсіп жүреді, бір-бірімен боп тілектес. Арыстан, аю, қасқыр, түлкі борсық, сілеусін жолбарыстар түнде жортып, тулаған аққан бұлақ тасқынында асаудай ойнақ салар балық шолғып. Етегі сол таулардың мидай тегіс, тегіс жер гүлін жерге жайған мияулы егіс. Еліне мекен етіп еңбек қылған, жегізер аямастан түрлі жеміс. Алатау Жетісумен құшақтасқан, еліне қазыналы қойнын ашқан. Бауырында Қазақстан астанам бар, бір бауыр орыс қазақ араласқан. Жайлау бар бұл тауларда шөбі шалғын, көк майса ойы қырып бәрі балғын. Қызығып сол жайлаудың көрсем десең, шөбіне бауырын төсеп жатып алғын. Ар жағы еңіреген ел Қытай жері, бер жағы ел жайлаған қазақ елі. Басында бақыт жырлап Жамбыл отыр, желбіреп қызыл жалау шығыс деді.